Сәлем достар, бүгін мінекей осындай үйдегі мысалы әртүрлі еттің қамырынан артылып қалған қамырлардан, яғни морозилькте жатқан осындай қамырлардан біз керемет нан жасайтын боламыз. Яғни өзіңіз білетін пәтір нан деп айтуға да болады. Қазір осы пакеттегі ертіп алынған осы қамырларды біз жақсылап жайып алатын боламыз. Өте жұқа етіп жайып аламыз. Ал мінекей достар, мінекей мен жайып қойдым. Қамырымды мен көріп тұрғандарыңыздай өте жұқа болды. Мінекей. Достар, мінекей біз осындай кесеге мен кәдімгі сары маймен сұйық майды құйып алдым. Өте кішкентай алдым. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз және қамырымызға жағамыз. Майымызды осы жайған қамырымызға жақсылап жағып шығатын боламыз. Яғни бұл бізде кез келген, мысалы самса жасасаңыз да, пәтір нан жасасаңыз да өте керемет қамыр болып шығатын болады. Яғни универсалды қамыр деп айтуға болады. Яғни осылай біз қатты көп емес, орташа мөлшерде осылай біз қоспамыздың бәрін қамырымызға жағып шығатын боламыз. Біз қамырымыздың барлық бөліктеріне осылай майымызды жағып алдық. Енді мен осы қамырдың ортасына салмасы ретінде осындай пиязды турап алған болатынмын. Көріп тұрғандарыңыздай, кәдімгі қарапайым пияз. Осы пиязымызды біз осы қамырдың бетіне орналастырып шығамыз. Мінекей орналастырдық. Ал енді осы қамырымызды біз орап шығатын боламыз. Осылай орап шықтым. Осындай. Енді осыны мынандай қылып ораймыз. Мінекей осылай орайтын боламыз. Мінекей, енді осы қамырымызды біз нанның пішінде, яғни домалақ етіп, осы оқтаумен жайатын боламыз. Мінекей достар, осылай сіз осындай пергамент қағазына орналастырып аламыз және қызып тұрған пешке пісіріп алатын боламыз. Сонымен қатар достар, осы салмастан бұрын жаңағы майымыздан осы бетіне бетіп жағып жерсек болады. Бетіне жағып жереміз және қызып тұрған пешімізге пісіріп алатын боламыз. Достар, мінекей біздің нанымыз, пәтір нанымыз пісті. Қазір кесіп көретін боламыз. Иісі деген өте күшті болып шығып тұр. Мінекей қыздар, көріп тұрғандарыңыздай өте ыстық әрі. Мінекей іші толығымен піскен және осындай қатпар болып күшті болып шыққан. Дәмін көретін боламыз. Өте дәмді болып шыққан. Қыздар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Өте дәмді қытырлақ пәтір нан болыпты.